Интернеттегі бүкіл сайттардың 34% осы WordPress-те жасалған. Тағы да сәлем құрметті достар. Бұл негізі қосымша сабақ, бірақтан бұл маңызды. Өйткені сонда сізге бір керемет бір ұсыныс бар. Бұл сабақта біз WordPress жайлы айтатын боламыз. Әлемдегі әр үшінші сайт осы WordPress-те жасалған. Таңғалып тұрған шығарсыздар. Өйткені WordPress бұл сайт жасау өте ыңғайлы платформа. Оның арқасында кез келген сайттар жасауға болады. Неліктен бұл платформа соншалықты атақты? Бірінші, WordPress абсолютті тегін платформа. Тегін болғанымен басқа ақылы конструктор CMS-тер қарағанда функционалы өте ауқымды. Соның арқасында кез келген қиындықтағы сайттарды жасауға болады. WordPress-пен сайт жасау үшін сізге бағдарламалық тілдердің білудің қажеті жоқ. Ешқандай кодсыз-ақ толыққанды сайт жасап шығуға болады. Ол осы WordPress-тің ішінде плагиндердің арқасында жүзеге асады. Құрметті достар, бұл 2003-тен бері жұмыс жасап келетқандықтан бұның сондай мүмкіншіліктері, функционалдары өте ауқымды. Ал енді құрметті достар, бұның WordPress-тің атағын WordPress қылып тұрған негізі плагиндер деп айтсақ болады. Өйткені плагиндер бұл дайын сондай кодтардың бір жиынтығы. Ол какой-то бір проблеманы шешеді. Мысалға, интернет-магазин жасау үшін плагин керек болады. Ішіндегі автоплатеж, онлайн төлемдерді жасату үшін осындай плагин жасау керек. Онлайн курстыңда, мысалға, корпоратив сайттар, слайдер, одан кейін онлайн бронирование барлығы осы плагиндердің арқасында жүзеге асады. Енді қараңыздар, осындай проблемалар шешетін плагиндер WordPress-те 60 мыңнан астам. Көп, Ал бұмен қатар және де тема деген нәрсе бар, яғни дайын тема, шаблондар, ол WordPress-тің ішінде 4 мыңнан астам. Құрметті достар, осы WordPress 2003-тен бері жұмыс жасап келе жатқандықтан, бұл жерде негізі курстар жалпы өте көп, ағылшын, орыс тілдерінде. Сондықтан да сіз қандай да бір проблемаға шалдығатын болсаңыз, бұның проблемасы шешу өте оңай. Өйткені бұған байланысты айтқанда курстар бар, блогтар, статьялар өте көп. Мен өзім жалпы WordPress маманы болғандықтан бұл нәрсені сіздерге сеніммен айта аламын. Ал құрметті достар, қазір сіздерге осы WordPress-те жасалған 7 атақты сайтты қазір сіздерге көрсетемін. PlayStation, сіздер ойнап жүрген сол игровой приставка осы сол PlayStation-ның сайты WordPress-те жасалған. Келесі, әлемдегі ең жылдам адам Усейн Болт. Барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Оның өзінің жеке сайты тоже осы платформада жасалған. Сонымен қатар Skype, BBC America, Microsoft-тың өзінің ақпараттық құралы осы WordPress-те жасалған. Миллиардер адамдардың тізімдерін шығаратын Forbes журналы тоже осы платформада жасалған. Тағы қызықты бір жайт, Швеция мемлекетінің официальный өзінің сайты тоже WordPress-те жасалған. Ал енді құрметті көрермендер, сіздерге бір ұсыныс, осы WordPress-те үйренем деген адамдарға WordPress-те кодсыз сайт жаса атты 1 айлық мощный курс бар. Сіз ол курста мынандай сайттар жасап шығасыз. Қандай? Ал енді курсқа келетін болсақ, курстың бағасы, ол жайлы толық ақпаратты білу үшін видеоның астындағы сілтемеге кіріңіз. Мен сізді сол жерде күтетін боламын.